Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Біздің бүгінгі хабарымыздың қонағы өңірімізге белгілі ақын, жазушы, драматург, жазба ақын және айтыс ақыны Дариға Мұштанова апамыз. Қош келдіңіз. Енді сізбен бүгін рухани жаңғыру тақырыбында пікірлессек деп едік. Сіздің пікіріңізді, ойыңызды біліп, өйткені сіз өңіріміздегі руханияттың белді бір өкілісіз. Сізді жазба ақын ғана емес, айтыс ақын ретінде де білеміз. Түрлі салада қалам тербеген қаламгерсіз, сондықтан осы рухани жаңғыру мәселесі көтерілген кезде қандай үміт күттіңіз, қалай қабылдадыңыз? Рухани жаңғыру бағдарламасы шыққан уақытта әрине қуандым елмен бірге. Бір өзгеріс күттім, жаңғыру күттім. Жаңғыру деген сөз бұзып қайта жасау емес, ол барды сақтап, жаңалау. Идеология жоқ, ұлттық идеология жоқ, вакуум болып қалды, соның кесірінен осылай болып бара жатырмыз деп дағдарып тұрған уақытта бір өпеткен бір жұтым ауа сияқты бір үміттің отын жаққан кезең болды. Одан берде 4 жыл өтіпті ғой, енді бір жылда 5 жасқа толады рухани жаңғыруымыз. Көп үміт күттім. Идеологияда бір серпіліс болатын болар. Идеология түзелмей қалғанын түзеу мүмкін емес қой деген ойда болып жүрген кездер ғой. Кәсасында болсын дейді ғой, сол кәсасын түзеуге бағытталған жұмыс деп, мен көзім жарқ ете қалды, шыны керек. Солай қабылдадым. Енді айтады ғой, үмітін үкілеген деп. Үмітіңізді үкілеп күттіңіз, бірақ осы сөзіңе қарағанда көңіліңіз толмай қалған сияқты. Әрине. Жақсылық қадам тоймайды ғой. Болып таратқан болар, солай шаруалар істеліп жатырған болар. Бірақ мен күткен арнада болған жоқ. Басқашалау арнаға қарай бұрылып кетті. Қазір ойлаймын ғой. Мүмкін рухани жаңғыру деп емес, ұлттық жаңғыру деп қойса қалай болар еді деп ойлаймын соны. Себебі рухани жаңғыру, аты рухани болғанмен бұл ұлттың мінезін өңдеуге, ұлттың сипатын, ұлттық бізді қалай таниды ел, өзімізді өзіміз қалай танимыз, елдігіміз қандай, елдікті құрайтын әр адамның азаматтық биіктігі, келбеті, ұстанымы қандай, тірлігі қандай. Сол бағытта рухани мақаланың өзінің оқығанның өзінде, оқығанда өз белгілі ғой, ішінде тек қана мәдениет қана емес, оның ішінде ұлттың жалпы тірлігі, жалпы болмысы. Өзбекті қалай танимыз, біздер қандай халық деп танимыз, қырғызды қандай халық деп танимыз, Украинаның халқын қалай деп танимыз, мысалы. Әр халықтың өзінің бір сипаты бар, өзінің мінезі бар. Сол сияқты біздің халықты, біздің қазақ елін, қазақ адамын қалай таниды ел деген тұрғыдан ойлансын, бір шешім алсын, және соны жүзеге асыруға тырбансын, бір қозғалыс болсын деген оймен жазылған, ой салып жазылған нәрсе ғой. Анда айтады ғой, басында кіріспесінде айтады. Орындалмайтын елес идеологиялардың қаншасының қалай күйреп кеткеніне біз куә болдық дейді. Жаңағы фашизмді айтады, либерализмді айтады, коммунизмді айтады. Бұл идеологиялар күйреді дейді. Сөйтеді де жаңағы бізге идеология ретінде осы рухани жаңғыруды ұсынады. Оның ішінде егер рухани жаңғыруымызда ұлттық код болмаса, ұлттық кодқа мұқият болмасақ, онда қалғанның бәрі бос әңгіме деп тұжырып айтады және басып айтады. Біз соны түсінбедік па, әлде оқсата алмадық па орындауға? Әйтеуір бір нәрсесі бірдеңе болып қалды. Біздер сан қуып кеттік. Рухани жаңғыру дегенге тек іс-шара, мәдени іс-шаралар, тек сосын батырларды шығару, жаңағы әлгі қолөнерді насихаттау, әжелердің ансамбльдерін шығару, сондай ән салып домбыра тартып қуып кеттік. Масқара қылғанда оның санын санадық қой. Ана мекеме қанша рухани жаңғыруға кеш өткізді, шара өткізді, мына ауданда неше өтті, жоспарын қандай еді, соған да куә болдық. Асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын дегеннің көкесін көрдік. Ал жемқорлық күшейіп кетті.
бізге осы идеологияда тап ондай болмаған сияқты еді соған шейін. Осы рухани жаңғыру келгеннен кейін жаңа шараларды көбейткеннің арқасында ол шаралар енді әрине ол қаржысыз болмайды. Аяқ бассаң қаржы жүрген жерге кімдердің емелейтінін білесің. Сөйтіп рухани жаңғыруымызда осы күйремегенмен бір қатерлерді әжептәуір сезініп кеткен тұстары болды. Енді бір жағынан қарасаң, жақсыға адамның көңілі тоймайды ғой, жамандық көрініп тұрады. Себебі жамандық аз болса екен деп тілейміз, жақсылық көп болса екен деп тілейміз. Сондықтан да жақсылық қанша жасалса да аз сияқты көрініп тұратын болар мүмкін. Біраз мәдениет саласына, мәдениет ошақтары салынып жатыр, балалардың болашағына қамқорлық жасап, ойын алаңдары салынып жатыр, сондай жұмыстар көбейіп жатыр. Бірақ ол сыртқы мазмұн ғана, сыртқы сипат ғана. Ішкі мазмұн жағынан әлде де ақсап отырмыз. Енді қалған бір жылда мүмкін ойлану тағы да жетілдіретін болар, соның бір модельдерін ойлап табатын болар. Негізі ақша дегенмен ақша емес, санаға қозғалыс түсу керек қой, әр адам өзі түсіну керек қой деп ойлаймын. Әр адам өзін ұлтқа зиян тигізбейінен болмағанда дейтіндей, әр ана, жас келіншектер балаларымен қазақша сөйлеуге тырысып, сол ана орысша сөйлеу арқылы өзінің ұлтына зиян тигізіп жатқанын сезінетіндей, әр ата өзінің баласына соны түсіндіріп, ұғындырып, немересіне сабақ беріп отыратындай, тек біздің бабамыз, біз мынадай руданбыз, біздің руымыз деген былай болған деп төске соқпай, мен соған лайықпын ба сол руыма? Не бітіріп жатырмын, не тындырып жатырмын дейтіндей тұста ойланса, ұлттың мінезі бұқаралық сипат алса ғана, не нәрседе бұқаралық сипат алса ғана іске асады. Бұқара қолдамаса, онда қандай бағдарламаң да, қандай идеологияң да болашағы болмайды деп ойлаймын өз басым. Жаңа ұлттық код деп айтып қалдыңыз. Ұлттық код, ұлттық тәрбие, әр адамдың, әр ұлттың өзінің ұлт екенін көрсетіп тұратын өзінің бір ұлттық ерекшеліктері бар. Өзбек болсын, қазақ болсын, басқа да ұлттар болсын. Енді бұл ретте сіздің мына ұлттық өзіміздің тәлім тәрбиеге қатысты сіздің аңыз болған абысындар деген туындыңыз бірі көпшіліктің үлкен бір сүйсінісіне ие болды, көпшіліктің көңілден шықты. Бұл да бір жаңғыру мен жаңарумен үйлесіп жатқан сияқты, өткенді еске алып, қазіргі жастар осыны білсін, көкірегіне түйе жүрсін деп өткенді абысындарың айтады ғой. Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп дейді. Үй мен үйді, ел мен елді біріктіретінде ол әйел адамдарында бір үлкен бір рөл ойнайтыны анық. Қазақта ұшыну деген бар ғой. Ұшыну деген бар, ол ұшынғанды ұшықтау деген бар. Қазіргі тілмен айтсақ, перезапуск. Топырақтан жаралды адам қатты ұшынғанда денесіне жел тисе де тоңады, жел тисе де денесі ауырады, үстінде көйлегі тисе де ауырады, қағынады. Сол уақытта немен ұшықталады? Жермен ұшықталады. Таза топырақпен, жермен ұшықталады. Содан кейін жаңағы бүкіл дертінен айығып, қайттан жаңадан туғандай болып айығады. Біздің ұшынып тұрған идеологиямыз, идеология деген сана сезіміміз біздің бүгінгі ұстанымымыз. Ұшынып тұрған тұстар бар, оны жасыруға болмайды. Ұшынып тұрған санасақ көп, және одан адамын деп айта алмаймыз. Бәріміз де соның ішіндеміз. Әр адам өз қоғамының жемісі. Әр қоғамың ақ болса ақсың, қара болса қарасың. Сол ұшықтау құралының біреуі осы абысындар болып маған жолықты менің тағдырыма. Ол сол ұлтымыздың қасиеті шығар деп ойлаймын. Мен енді әлгі рухани жаңғыруға үн қосайын деп бір тапсырмамен жазған жоқпын. Өзі бір уақыттың тоғысы, Алланың қалауы солай табыстырды және орындалып шықты. Бар күйінше ғана жаздым. Қалай болды уақиға? Сол күйінше жаздым. Соның өзі бірталай ұшыққа ем болды. Оны мен мына халықтың оқыған адамдардың пікірінен, спектаклін көрген адамдардың көзінен, сол арқылы қанша оқырмандар қоңырау шалып, өздерінің әжелерінің
басынан кешкендерін қосымша тағы бір кітап жазып шығатындай материалдар берді маған. Мен оны бірақ та енді оны шұбатып жаза бергім келмейді, әлгі көп нәрсенің дәмі кетіп қалады ғой, оны қайттан езгілей бергім келмейді. Бірақ сол әжелерін естеріне алғаны, сол ізгілікті, сондай қиындықты көргенде әйелдің қалай жеңгені, әйел атты қасиетті болмыстың қалай жеңгенін көру арқылы аналардың табиғатына бас ұрды ұрпақтары. Ол сол кітаптың табысы, жеңісі сол. Мына қыз тәрбиесі деп қыздардың жинап алып шара өткізіп, әлгі ұзын шашы барларды көрсетіп, көркем қыздардың жарысын жасап, сөйтіп жатады. Олардың бәрі сыртқы сипат қой деп ойлаймын. Ішкі жаңағы ойын сен былай етпе, былай ет деп айтпай-ақ, сол бұрынғы әжелеріміздің үлгісін суреттеу арқылы ол жаңағы жанама әсер ету. Тіке айтқанды қабылдамайды қазіргі адамдар. Қай-қайсымыз да қабылдаған жоқпыз, тура айтқанда. Төл сияқтымыз, алға жетейік десе кері шегінеміз біздер. Артынан қуса ғана жүреміз алға. Сол сияқты жаңағы бір тәрбие мектебі сияқты, мына кейінгі қазіргі заманғы жастардың, келіндердің қолына тиді. Өзім сол үшін қуанам. Аллаға шүкір. Бұл енді рухани жаңғырудың жұлдызын салдырған жоқпын, өз еңбегіммен шығардым. Рухани жаңғырудың жұлдызшасын қадап, олай етіп салсам біртүрлі қазынаға қол салған кісі сияқты сезінетін болдым. Рухани жаңғыруға ойдай ақша бөлініп жатты, айтушылар болды, бірақ та мен сол рухани жаңғыруға өзімнің еңбегіммен ақ қосайыншы үлесімді деп оған жолаған жоқпын. Өз еңбегіммен, өз жөніммен шығардым ол кітапты. Бәрекелді. Соған шүкір. Әйтпесе жұлдызы көп оқылмайтын кітап көп қой. Кітапханадағы сувенир кітаптар азайса, оқылатын кітаптар көбейер еді. Иә, сол. Жаңа әлеуметтік желіден бір жазба көріп қалдым. Қазір кішкентай баласына ертегі айтпайтын аталар мен әжелер бар. Ертең ол бала өскеннен кейін ол балаға мораль туралы ертегі айтуға тура келеді дейді. Бірақ ол бала бұл ертегіні өтірік деп қабылдайды деп. Әрине. Қабылдамайды оны. Ол жат болып өседі ол бала. Иісі сіңу деген бар қазақта. Иісі сіңсін деп бір көрпенің астына, немере ағайындарды бір көрпенің астына қондыратын атамыз. Өзінің 4 ұлымен ауылда отырады, бәрімізді сенбі күні қонуға жинап алады. Сол көрпе деген тіреліп тұр, бас-басымызға көрпе бермеге жағдайлар жетпеген ештеңесі жоқ. Иісі сіңіп өссін дейді, бауыр басып бірін-бірі. Қандас бауырлар екенін мойындап өссін деп, бәрімізді бір көрпенің астына солай етіп. Нағашы ауылымызда солай жасады. Бұрында сондай тәсіл болды. Бауырмалдық, бауырды мойындап өсу, иісін алып өсу. Ол атасының иісін алып өспеген немере, ол ертең оны мойындай ма? Оның айтқан енді әбден өскеннен кейін сен неге олай етесің, неге бүйтпейсің деген әңгімесін тыңдай ма? Ол жат болып өсті ғой. Немеренің тұлымынан ескеу, оның сенің айтқан әңгімеңді түсініп тыңдағанын көру, одан асқан бақыт жоқ үлкен кісіге. Ол бақыттан өздерін құр қалдырып жүрген қарттарды мен түсінбеймін, білмеймін енді. Жалпы қазір әлеуметтік желі пайда болды, әлеуметтік желі пайда болғалы бері адамдардың да бір мүмкіндік артқан сияқты. Бір адам бір өзі бір ақпарат құралының рөлін атқарады. Ол қалаған сөзін жаза алады, қалаған мәлімдемесін жасай алады, тіпті қаласа тікелей эфирден шыға алады. Бұл ретте өзіңіз әлеуметтік желіні белсенді қолданушы ретінде осы бір желіні қолдану этикасы, әдебі керек деп санайсыз ба? Иә, енді әлеуметтік желі деген бір жағынан біздің қоғамның тұмшаланған ауыздығын алып тастаған нәрсе сияқты әсер етті. Айтарын айта алатын жағдайға жетті. Халықтың пікірімен қаласа да қаламаса да санасады билік. Бетті көрсе жүз ұялады деген ана жерде айқайды салып атымен айтқаннан кейін жерде билік кішкене аяғын жинай бастады. Бұрынғыдай емес. Талай-талай жағдайлардан өттік қой. Енді жаңа банаға айтқан ұлттық мінез, ұлттық мәдениет Фейсбуктан да көрініп тұрады. Сонда мен кейбір жаңағы оқуға жарамайтын, деңгейсіз, тайыз әңгімелерді, бір үй ішіндегі әңгімелерді, өздерінің көже өкпелерін жазғандарды оқығанда қазақша білетін орыстардан ұялам. Аллай, мынаны оқып отыр ана орыстар. Ұят болды деп. Жалма-жан орыстардың парақшаларын ашам. Оларда ондай әңгіме жоқ.
олар бір-бірінің қате жазған грамматикалық қателерін көздеріне көрсетіп, учитесь правильно писать деп жазып отырады. Өздерін өздері оқытып отырады. Біздерге де орысшаны солай үйретті орыстар. Дұрыс сөйлеуді үйретті. Сен мынаны қате сөйледің деп күлген жоқ. Сенің сөзіңді түсінбеген болып, қайталау арқылы әрбір орыс бізге мұғалім болды, сөйтіп жүріп орысшаны үйретті. Сол сияқты қазір Фейсбукта орыстар өздерін мәдениет үйретіп отыр ғой біріне бірі. Біздер жатырмыз. Бір қатесін көрсетсе, оны жазған кісі диктант жазып отырған ештеңем жоқ деп ұрсысады. Ол жазып отырған кісі мұғалім болып шығады. Мәдениет. Енді екінші жағынан қарасаң, жан айқайлары. Адамдардың жан алқымға келгенде, айтпасқа жағдай болмағанда, біреулер таусылғаннан жаңағы айқайласа дауысы жетпегеннен кейін осы жерге салады. Сондықтан әр жазбаның өзінің категориясына қарап сөйтіп отыру керек. Жеке бас мүддесімен де жазып жататындар бар, шайпау айтатындар бар, байқап айтатындар бар, шебер жазатындар бар. Ішінен талғап бір жақсысы өзіңе керек адамдарды ашып оқи аласың. Көп нәрсені көз жүгіртіп оқымаймын да, мен бір-екі сөйлемнен белгілі болғанда ар жағында оқи алмаймын. Оқылмайды, жаман өлеңді оқылмайды ғой. Бір жолын оққаннан кейін ар жағында жай белгілі оқи алмай асып жүре бересің. Асып жүре беруге праваң бар. Әйтеуір бір концертке барғанда керек емес әнді амалың жоқтан тыңдап шығасың ғой. Бұнда ондай жоқ, оқымайсың әйтеуір. Оқығың келмеген нәрсені оқымайсың. Оқығың келген адамды таңдап, жазып, іздеп тауып аласың. Фейсбуктың сондықтан жаңағы жақсы жағы да, жаман жағы да бар. Әркімнің талғамына байланысты және өзінің деңгейіне байланысты ғой деп ойлаймын. Мені өзіме, мысалы, мына пандемияның кезінде іздеп оқитын оқырмандарым үшін жаздым. Жылап тұрғандарым сезілсе, жұбату сияқты бір нәрселер жазып жүрдім. Өпеткен, жаңағы лық етіп келіп қалған ойларымды жасырмай, жаңағы мені іздейтін, не дер екен дейтін адамдар үшін жазып отырам, және ол арқылы өзімде Фейсбуктың жанрына үйрендім. Мен шығармашылық адам болғаннан кейін жерде жанрды үйрене жүргеннің зияны жоқ қой деп ойлаймын. Түйіп айту, қысқа айту сияқты тәсілдерін үйрендім. Өткір айту, түсінікті қылып айту сосын. Әлеуметтік желіні белсенді қолданасыз, оны өңірдегі, елдегі болып жатқан түрлі жағдайға қатысты өзіңіздің жазған ой пікіріңізден байқап жүреміз. Бұл ретте енді қазір облыста, аудандарда айтыс өтіп жатыр ғой. Соған түйдек шумақтар жазып жатасыз, бірден. Жалпы енді айтысқа көрермен ретінде де, жанкүйер ретінде де сізде қатысы барып жүрсіз. Қазіргі осы төл өнеріміздің қазіргі деңгейіне қандай баға берер едіңіз? Айтыс деген өзі тірі өнер, сосын көрерменге тәуелді өнер. Көрерменнің көңілін қалтқысыз түсінетін, содан жанатын өнер. Мен мына біздің облыстың қазір осы бір циклдар басталды. Пандемиядан кейін елді емдеу бағытында, елдің жанын серпілту бағытында аудандар қолға алып, шақырып айтыстар өткізіп жатыр. Олар дұрыс, себебі республикалық айтысқа облыстың орталығында өткен айтыстарға барлық көрермен келе алмайды ғой. Телевидениеден көрген ол басқаша нәрсе, тірілей көрген ол басқаша дүние. Ол өте бір дұрыс қой деп ойлаймын. Сонда жаңағы сол 15-16 ақын әр жерде әр түрлі айтысады. Ол сол жердің энергетикасына қарайды, көрермендердің отырған отырысына қарайды. Соның ыңғайына қарай жаңағы айтыстың да айшығы өзгеріп, бояуы өзгеріп отырады. Ақсайдағы өткен айтыс пен Жаңғалада өткен айтыс салыстыра алмайсың. Екеуі де деңгейлі өтті, екеуі де жақсы өтті. Бірақ та Жаңғаланың жаңағы желпілдеп отыратын, әзіл сүйгіш, қалжың сүйгіш сөзді айтып, жартысы айтқанда жарты сөзді ар жағын қағып алатын отырыстарын көргенде еркелеп жүре берді ақындар, төгіліп жүре берді мысалы. Ақсайда қайрау бағытында, таңғалу бағытында, сүйсіну бағытында, риза болу бағытында өтті айтыс мысалы. Теректіде көтермелеу бағытында өтті. Ол жерде жаңағы кішкене менталитетті кішкене араластау, сондай жер ғой. Айтысты көп түсініңкіремейтін, мақтағанды түсінеді олар.
О, солай етіп көтермелеп сөйтіп жаңағы. Сонда мен айтыстың тірі айтыс екенін енді бұрыннан да білеміз ғой, бірақ та кәдімгі көзіме соқырға таяқ ұстатқандай көрсетті, жанын түсіндім айтыстың. Сосын республикалық айтыстарға қарағанда қазіргі мына облыстық күнделікті болып жатырған айтыстарда шынайылық басым. Ол ана шеттен келген ақындар қанша айтқанмен жауапкершілік мықты, стресста отырады, сосын жаңағы лауазымды жюри мүшелері отыр, ол жерде емтихан тапсырып отырған кісі сияқты отырады. Мына облыстық айтыстарда емін еркін жығылса жер көтереді, өз атасының алдында күресіп жүрген балалар сияқты аттың басын қоя береді, солай айтса керемет жақсы көремін біздің айтыстарды, жергілікті айтыстарды, соны таң тамаша қалам жаңа. Айтысқылары келмей отырса, ар жағында күшіктер жүгірмесе, онда айтсам деседі айтса алмайды. Онда айтса алмай отырғандарын көрсетеді жаңағы ақындарымыз. Ет сыр мінез болған кәдімгі өздері сол. Тартынбайды, табиғи айтыс. Сол арқылы осындай жаңағы күнделікті айтыстарды, күнделікті деймау, қалай дейін енді, халықтық айтыстарды, жергілікті айтыстарды жиі өткізу арқылы меніңше айтыстың екінші бір мінезін ашатын сияқтымыз. Шынайылық мінезін. Ол ана айтысқа барғанда қанша заготовкамен барады, қанша стресс, неше күн ұйықтамай, солай етіп айтысады. Ол жерде отырған, үс күйіп отырған ақынмен, мына жерде емін еркін байдың баласындай балпиып отырып айтысқан айтыстың ең өзіне тән мінезі сол еркіндігі ғой. Сол еркіндігі. Сол еркіндігіне қайта орала ма деп ойлаймын. Маған керемет ұнайды біздің қазіргі айтыстың. Біздің облысымыздағы айтыстың тынысы маған ұнайды. Сосын жөн түсінеді айтыскерлер. Жөнді түсініп, жаңағы жюридің демократия бар. Жюри мен ақындардың арасында өзара бір мойындау, сөзге, әділдікке, ең маңда көздерімен айтатын, сол аналар көздерімен қарайды қазір деп жюридің де санасып отырып бағалауы деген сияқты мәселелер бір жарып келе жатыр. Соған қуанам. Мүмкін біздің облыстың айтысы басқа облыстардан көрі басқаша арна табайын деп жүрген болар-ау деп мен үміттенем. Айтысқа қызығып қарап отырып, делебеңіз қозғағанда аға буынның арасында қайтадан айтыста жаңа өзіңіз қатысқыңыз келіп кеткен сезімдер болды ма? Әріптестер бар, өзіңіз әріптестеріңіз бар. Енді ол сахнада шығып айтысатыннан қалдық қой, біз 40 жасымызда өзіміздің кейінгі жастар өспей қалмасын деп әдейі жолымызды бердік, Қатимолла, Шолпан үшеуміз. Содан бері қарай осы тек қызық тапқана келе жатырмыз. Соның жаңағы поэзияға ауысып кеттік, жазбаша поэзияға. Енді айтыс жүріп жатырған уақытта кейде бір тосылып ұйқасын таба алмай қалып жатады ғой. Сол уақытта шырылдап ұйқас айтып жіберетін кездер болады, ұстай алмай өзіңді. Былай деп жүр. Я болмаса жарысып қазір былай деуге келе жатыр деп бастап жатқанда, былай деуге келе жатыр деп отырасың. Қанша айтқанмен енді өзіңнің сол тоннан шықтық қой, сол шекпеннен. Былай. Сосын енді сол өзімізді айтысып аламыз, қарттарымыз Facebook дегеннің бетінде өзара жаңағы Махмет, Үзілдек болып, Сағынтай болып сөйтіп айтысып алатын кездеріміз бар. Өнер ол ананың сүтімен дариды, атаның қанымен. Ол жоқ болып кетпейді бәрібір. Соның арқасында болар, мүмкін соның себебі шығар, айтыстан жалықпаймын. Жаңағы 16 ақынның айтысын бірге жүре берем, қай жерде айтыс болады десе, шақырса сол қалмаймын, түк жалықпаймын. Әр айтысы бір-біріне ұқсамайды. Айтыстың тірі өнер дейтініміз сол. Ақсүйек өнер, тірі өнер. Сізге рахмет көп-көп ұсынысымызды қабыл алып, осы хабарымызға қатысқаныңызға, әрбір ісіңізге сәттілік, қаламыңыз ұшталып тек биіктен көріне беріңіз. Рахмет көп-көп. Рахмет, аман болыңдар.